Осама Али Махер Болашақ университеті жоғары медицина жоғары колледж студенттеріне 10 және 17 наурыз аралығында төтенше жағдайдан кейінгі көмек, алғашқы көмек, экология мен медицина байланысы туралы түрлі тақырыптарда дәрістер өткізді. Қорытынды дәріс Арал теңізінің тартылу мәселесі жайында өтіп, дәріс соңында қатысушылар өз пікірлерін ортаға салды. Доктор Осама Али Махер бізге осы бір аптадан бері студенттерімізге үлкен дәрістерін беруде. Бүгін сол дәрістермен қатар университеттің, колледждердің оқытушы профессорларына арнап ғылыми бағытындағы үлкен семинарын өткізуде. Бүгінгі семинардың негізгі бағыты бұл доктор Осама жалпы осы Арал теңізінің мәселелерін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының эксперті ретінде зерттеуші, сондықтан да сол бағыттағы негізгі мәселелер туралы өзінің тәжірибесімен ғылыми зерттеу жұмысының негізгі нәтижелерімен бөлісуде.